Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бұл видео біртектес тригонометриялық теңдеулерге арналған видео болып табылады. Осыны түсініп алу үшін екі мысалды қарастырайық. Мына түрде берілген теңдеу біртектес тригонометриялық теңдеу деп аталады. Бұны шешу үшін біз осы теңдеудің екі жағында косинус kx-қа бөліп жіберу керекпіз. Мына жердегі k-ның орнында мысалы синус 2x, косинус 2x немесе 3x, 4x деп тұра береді. Мына жерде қандай сан тұрады? Соның косинус 4x немесе косинус x-қа бөліп жіберу керекпіз. Мына мысалды қарастырайық. 8 синус x минус 4 косинус x. Мен бұны бөліп жіберемін косинус x-қа. Енді синусты косинусқа бөлсем, менде тангенс x болады. Азайтылған 4 косинус x-ті косинусқа бөлетін болсам, косинус пен косинус қысқарып кетеді де 4 болады тең 0. Ары қарай 8 тангенс x тең минус 4 плюс 4 болып өтеді. Тангенс x тең 4 бөлінген 8, себебі мына жерде 8 көбейтіліп тұр, келесі бетке бөлу болып барады. Сосын 4 пен 8 қысқарып кетеді. Тангенс x тең 2-ден 1 болады. Қарапайым тригонометриялық теңдеу. Бұл жерде арктангенс 2-ден 1 плюс пика. Ешқандай бұрыштың мәні 2-ден 1-ге тең болмағандықтан теңдеу осы күйде қалады k тиісті z-ке. Екінші мысалда біз мына теңдеуді мына жерде косинус квадрат 2x тұр, соған бөліп жіберейік. Косинус квадрат 2x-қа бөліп жібереміз. Бірақ бөлмес бұрын мен мына теңдеуді былай жазып алайын. Синус квадрат 2x плюс 2-ні жазам. Сосын мына жерде синус 4x деген формулаға келеді. Қос бұрышның формуласы. Мысалы, синус 2x деген формула бар еді. Қалай жүктейтін едік оны? 2 косинус x синус x деп жүктейтін едік, дұрыс па? Сол сияқты синус 4x-ті мен былай жүктейін. 2 деймін. Косинус уже мына жақта 2x болады. Синус 2x болады. Мына жерде 4 болғандықтан. Бұрыш 2-ге бөлініп кетеді. 4-ті 2-ге бөлім, әрқайсына 2-2-ден. Мына жерде 2x болды, әрқайсына 1-1-ден. Дәл осы нәрсені мен мына жерге жазамын. 2 косинус 2x синус 2x. Азайтылған 5 косинус квадрат 2x тең 0. Енді осыны біз косинус квадрат 2x-қа бөліп жіберейік. Синус квадрат 2x-ті косинус квадрат 2x-қа бөлсе, менде тангенс квадрат 2x плюс 2 мен 2-ні көбейтіп 4 болады. Өзін жазайын, косинус 2x синус 2x деймін да. Мынаны бөлемін косинус квадрат 2x-қа. Сосын азайтам 5 косинус квадрат 2x-ті мынаған бөлсем, екеуі қысқарып кетеді да, сонда 5 қалады. Сосын мынаны өз күйінше жазайын. Тангенс квадрат 2x плюс косинус квадраты мен мына біреу кетеді. Сосын 4 қалады. Мына жақта біреу қалады косинус 2x-ті. Синус 2x-ті косинус 2x-қа бөлетін болсақ, менде тангенс x қалады. Тангенс 2x минус 5 тең 0. Енді бұл жерде екеуінде де не бірдей болып тұр? Мен жаңа айнымалы енгізейінші осы жерде. Екеуінде де тангенс 2x бар. Демек, тангенс 2x-ті мен а деп белгілеп алайын. Сонда мына жер а квадрат плюс 4а минус 5 тең 0. Ары қарай бұны дискриминантпен де шығарсаңыз болады, немесе виетпен де шығарсаңыз болады. Виетпен шығарған күнде 5 пен минус 5 пен 1 болады. Көбейтсем минус 5. Егер қосатын болсам минус 4 болады, мына жаққа плюсы жазылады. Демек, минус 5 пен 1. Енді былай істеймін. Аны таптым ғой мен. Бұл аның мәндері. Маған ненің мәнін табу керек? X-тің. Аның мәндерін мына орнына қоямын. Тангенс 2x тең минус 5 деймін. Бірінші. Ары қарай тангенстің қарапайым тригонометриялық теңдеудегі тангенстің формуласын сала салам. 2x тең минус арк тангенс 5 плюс пика. 2
мына жаққа бөлініп кетеді. X тең минус 2-ден 1 арк тангенс 5 плюс пика бөлінген 2. Келесі қайтадан 1-ді қоям. Тангенс 2x тең 1, 2x тең арк тангенс 1 плюс пика, 2x тең қай градуста 1-ге тең? Пи бөлінген 4-те ғой, мен бұлай істеймін. Пи бөлінген 4 плюс пика деймін. Сосын 2-ге бөліп жіберемін. Пи бөлінген 8, 2 көбейтіліп тұр, келесі бетке бөліп болып барады. Плюс пика бөлінген 2. Сонда бізде 2 жауап болады. Біріншісі мына жауап, екіншісі мына жауап. Соңында К тиісті зәтке деуді ұмытпаңыздар.